Бәріңе сәлем, есімім Ернар Болат. Былтыр 2024 жылы КБТУ университетін аяқтадым. Автоматизация және басқару мамандығы бойынша аяқтадым. Және бұйырса осы жылы 2025-тің күзінде ақш-қа оқуға түспекші ойым бар. Осы Mentor.me организациясымен бірге жұмыс жасап, 3 оффердің екеуінен жауап алдым. Олар Michigan State University және Northeastern Universities. Өзімнің жеке басты бакалавр мамандығын осы Қазақстанда оқыдым. Сондықтан магистратура ары қарай білімімді шыңдау шегіне жеткізу үшін шетелдің бір биік белгілі деген даңқы бар атақты университеттерін оқуым келді. Сол үшін осы магистратураға тапсырып жатырмын шетелге. Бастапқыда мен қай жаққа оқуға түсерімді анықтай алмадым. Біресе Азияға барғым келді, біресе Еуропа, біресе ақш-қа барғым келді. Сөйтіп өзім әртүрлі агенттіктерді іздей бастадым. Алдымен өзім ақпарат іздеп көрдім, бірақ ол тым шик ақпарат сияқты көрінді. Яғни кез келгеннің артынан еріп, бір ақпараттың артынан еріп кете беретін сияқты болып көріндім. Сондықтан бір агенттіктің көмегіне жүгіну керек дегенді түсіндім. Сөйтіп өзім анализ жасай келе, қазіргі нарықта сұранысқа ие компаниялардың тізімін қарадым, және солардың ішінде осы Mentor.me ұжымы болды. Ең алдымен не үшін деген сұраққа жауап беру керек. Яғни сізге ол мамандық керек пе? Және керек болса, сіз ол мамандықпен болашақта өзіңізді көресіз бе, жоқ па? Яғни мамандықпен алдымен анықтап алу керек. Мамандықты анықтап болғаннан кейін сол мамандықты оқытатын елдерді соларға анализ жасаған дұрыс. Сондай-ақ әрине ол өте қиын шешім. Өзіңіз танымайтын, өзің білмейтін айдалада бір мемлекетке барып оқу деген оңай шаруа емес. Бірақ әр адам даму үшін, өзін жақсарту үшін дискомфортқа қарай жүру керек, яғни комфорт зонасынан шығу керек. Сол үшін қорықпаңыз деп айтқым келеді, тек жасау керек.